маңдай сүйегі. Маңдай сүйегін біз латынша ос фронтали деп атаймыз. Бұл жалпы тақ сүйектер жатады және бастың күмбезін, негізін құрауға қатысады және көз ұясын және мұрын қуысын құрауға қатысады. Бұның қабыршақтық бөлігін, маңдайлық қабыршақты, екі көз ұялық бөлігін және мұрын қуыс бөлігін ажыратамыз. Бірінші қабыршақтық бөлігі, яғни маңдайлық қабыршақ деп атайды. Маңдайдың қабыршағы. Сквама фронталис. Жалпы бұл маңдай сүйегінің көп бөлігін алып жатыр. Және оның екі сыртқы және ішкі бетін ажыратамыз. Сыртқы бетін фациес экстерна деп аталады. Сыртқы беті тегіс келген. Және бұның сыртқы бетінде біз маңдай сүйегінің көтеріңкісін көреміз. Тубер фронтали екі жағында. Және одан төменірек жоғары қас үсті доғасын көреміз. Бұны аркус суперцилиарис деп атайды. Және осы қас үсті екі доғаның ортасында, жалпы мұрын қуысына қараған бетінің үстіңгі жағында кеңсірік үсті орналасады. Кеңсірік үстін глабелла деп атайды. Кеңсірік үсті глабелла. Және сыртқы бетінде екі латералды жаққа қарай, қабыршақты бөлігі латерал жаққа кеткен жерінде ол сүйірленіп келіп, екі жағында сүйірленіп келіп, бет сүйектің маңдайлық өсіндісіне келіп бірігеді. Және осы сүйірленген бөлігінің үстіңгі жағында сызық орналасады. Бұл сызықты самайлық сызық линия темпоралис деп атайды. Линия темпоралис. Ол қабыршақты бөлігін алдыңғы бетпен маңдайлық бетке бөледі. Фациес антериор мен фациес темпоралиске бөледі. Енді ішкі бетіне келейік. Яғни ішкі беті фациес интерна деп аталады. Ішкі беті тегіс емес, бұдырлы болып келеді. Ішкі бетінде біз мына жерде цекумнан басталатын ұзыннан орналасқан қырқаны көреміз. Маңдайдың қырқасы. Криста фронталис деп аталады. Және оның үстіңгі жағында жоғарғы сагитальды қойнау жүлгесін ұяласады. Sulcus sinus sagittalis superior. Және осы қырқа форамен секумнан басталады. Форамен секум, яғни тесіктен басталады. Соқыр тесіктен басталады. Форамен секум, соқыр тесіктен басталады. Және ішкі жағында біз мына жерде артериялық жүлгелерді көреміз. Sulcus arteriosi. Енді көзиялық бөлігі, парс орбиталис. Көзиялық бөлігінің екі бетін ажыратамыз. Көзиясына қараған беті және миылық беті. Фациес церебралис және фациес орбиталис. Көзиясына қараған беті тегіс болып келеді. Теп-тегіс. Және бұл жерде екі жағында, латеральды жағында шұңқырды көреміз. Бұл шұңқырды көз жас шұңқыры деп атайды. Көз жас шұңқыры. Мына жердегілер. Яғни фосса лакрималис. Ал мына жерінде, медиалды бөлігінде, мына жерінде тағы да бір шұңқырды көреміз. Бұл шұңқырды шығыршық шұңқыры, яғни фовия трохлиарис деп атайды. Фовия трохлиарис. Және осы көзиясының үстінде көзиясты жиегі орналасқан. Көзиясты жиегі. Бұны марго супраорбиталис деп атайды. Көзиясты жиегі. Және оның үстінде көзиясты тесігі бар. Көзиясты тесігі. Мына жерде көрсетілмеген, бірақ тесік болады үстінде. Форамен супраорбитали деп аталады. Және осы ішке қарай енген жерінде жоғарғы көзиясты жиегінің жоғарғы көзиястының
ішке қарай енген жерінде. Мына жерде тілік көреміз. Бұл тілікті маңдайлық тілік деп атаймыз. Мына жерде. Бұны инцизура фронталис деп атаймыз. Мыйлық беті. Не мыйлық беті? Фацис церебралис деп атайды. Фацис церебралис. Фацис церебралис. Бұл жерде біз көтеріңкілерді көреміз. Яғни мыйлық көтеріңкілерді. Юга церебралия. Юга церебралия. Және бұл жерде саусақтық батыңқылар орналасқан. Яғни импрессионис дигитати деп аталады. Импрессионис дигитати на жердегілер. Импрессионис дигитати.